Sen bizge qaralep qo'y biz. Немерем бақыттың бұлағы, жанымның сәулелі шырағы. Жүзінен 100 рет сүйсем де апаңның тарқамас құмары. Не деген өлең шумақтары. Апаң сенің күшті қылып өлеңдер шығарады, Раяна. Сен апаңның дарыған қасиет саған дарыған ау деп ертегілер шығаратын, иә? Иә, өткен жазда сен апаң қасында жүріп, әртүрлі ертегілер шығарыпсың ғой ойыңнан. Дұрыс па? Иә, біздің есіңде ме, мен мұны дүкеннен бір сұр тышқан әкеп беріп едім ғой? Иә. Сол тышқанды бұл тура бір досындай қабылдады ғой, айналайын-ау. Көніге құшақтап жатады. Мен ертегі айтсам, ол ертегілерді өзінің сұр тышқанын айтады. Сөйтіп жүріп бір күні сұр тышқанның түн ішінде жылайды ғой? Жылайды ма сол? Не деді ол сонда тұр тышқан? Бір аю досын. Аю досын сағынып жылап еді ғой, есіңде ма? Ағайым батып. Міне солар туралы біз ертегі құрастырдық қой. Мұның өзі айтты. Ішінде өзі де бар айтпақшы. Раяна деген қызды Раяна деп қоямыз ба десек, бұл айтады. Кім деп қоямыз деді? Қаншайым сосын? Әдемі деп қоямыз деді. Содан бір күні осының ертегілерін бір құрастырып жазып қойсам ба деген ой келді ғой. Сол ертегілеріңізде кішкене үзінділерін айтып жіберсеңіздер қалай болады екен? Әрине негізі. Ол біздің тек қана Раянаға емес, осындай Раяна сияқты, Раянадан кішкентай мектеп балабақша жасындағы балдардың бәріне ойнап айтып жүруге жақсы. Мен негізі сол ертегіні балдарға арнап та айтып берейін. Сол қысқа ғана айтып берейік. Сонда балдардың құлағына қалса, аналары, апалары айтып берер деген ойдамын да. Раяна, айтамыз ба? Айтайық, иә? Тағыда бір сұр тышқан болыпты. Ол өзінің ойыншықтар жататын дүкенінде көп жатып қалады екен. Раяна, иә? Содан бір күні сұр тышқан түнде жылап жатса, оның қасына бір ағайы келіпті. Сөйтіп, екеуінің іші пысып жүреді екен. Содан күніге бірге ойнай берген ғой. Содан бір күні біздің үйдегі Раяна, ол енді әдемі ғой, ертегі де әдемі болып естіледі. Сол әдемі қыз дүкенге барады да сұр тышқанды сатып алып келеді. Сұр тышқанды сатып алып келеді да үйінде күніге ойнап жүреді. Оған тамақ береді, ойнатады, ертегі айтады. Бірақ екінші бір түнде жаңағы сұр тышқан жылап жатады екен. Содан әдемі түнде оянып кетіп, тышқанға айтпай ма? Тышқан, сен неге жылайсың десе. Мен ойыншық сататын дүкендегі аю досымды, әппақ аюымды сағынып кеттім. Жаңа дос таптым деп, ескі досты ұмытпа деген емес пе? Мен сол досымды сағындым деп жылайды екен. Содан әдемі оны жұбатыпты досы ғой, сол тышқанды. Сен жылама, тышқан, егер қажет десе, мен оны ертең ақ барып сатып әкелемін депті. Содан түні бойы жаңағы тышқаны қуанып ұйықтамай шығыпты. Содан ертеңіне әдеміні қасына ертіп алып, сол тышқан қолына алып әдемі дүкенге барыпты. Ары іздейді, бері іздейді десе, ағайы досы жоқ. Сөйтсе оны сатушы кірлеп кетті деп бір қорапқа лақтырып тастапты. Соны әдемі айтқан ғой сол тышқанға. Сол тышқан. Ол өзі әппақ, әдемі аю болатын деп. Сөйтсе ананың кір дейді, қожалап, көзі ғана жылтырап атқан көзінен таниды ғой сол тышқан. Сосын кейін әдемі ойланып қалады. Кәрі сен тышқан, әдемі әппақ аю деп едің, мынауың кір қожалақ біреу ғой дейді. Сонда сол тышқан досын қимай, сатып алшы дейді. Содан жарайды, сенің досың болса, ол менің де досым деп ағаюды үйіне алып келеді. Ағаю үйге келгеннен кейін сұр тышқан досына келгесін қатты қуанып, екеуі неше түрлі тамақтар жасайды, иә? Оның ішінде өзі Раяна ойнап жүрген, ойыншықтардың ішінде жүрген. Содан кейін Раяна көніге оң жағында ағайуын, сол жағында сұр тышқанын алып жатып, көніге ертегі оқып беретін болды оларға. Ән айтып береді, би билейді, екеуінің туған күндерін жасайды. Бұл айтпақшы, бұл бір ғана ертегімен бітетін түрі жоқ, бұның жалғасы болатын сияқты алдағы уақытта. Қандай керемет ертегі болып шыққанына, иә, Раяна? Достық туралы ертегі негізі, достық туралы. Бұны келешекте енді балабақшадағы балдарға рөлдерге бөліп ойнатуға да болады екен, иә? Сондайға ұсынсақ
өте керемет болары сөзсіз. Иә, сондай болатын түрі бар. Менің алтын Раянам болашақта күшті ертекші болатын түрі бар. Иә. Солай ма? Иә.